Сәлеметсіздер ме? 4-ші сабаққа қош келдіңіздер. 4-ші сабақтың тақырыбы ерте жыныстық қатынас және оның салдары жыныстық жолмен берілетін инфекциялар. Ерте жыныстық қатынас дегеніміз кәмелет жасқа толмай тұрып болған жыныстық қатынасты айтамыз. Яғни әрбір жыныстық қатынас ересек адамдардың арасында болуы қажет. Кәмелет жасқа толмасаңыз, сіз саналы түрде жыныстық қатынасқа түсті деуге болмайды. Себебі сіз ең алдымен өзіңіз физикалы және моральды дайын болуыңыз қажет. Ерте жыныстық қатынас қандай себептерден болуы мүмкін? Бұл зорлық-зомбылық болуы мүмкін, бұл жыныстық сауаттылықтың төмендеуінен болуы мүмкін. Жыныстық сауат төмен жағдайда қорғанусыз жыныстық қатынас болады. Қорғанбаған жағдайда инфекциялардың қаупі өте жоғары. Бүгін жыныстық жолмен берілетін инфекциялар туралы айтатын боламыз. Ең алаңдататын мәселе әлемде жыныстық жолмен берілетін инфекциялармен күніне 1 миллионнан астам адам қаралады, тіркеледі. Ал адам папиллома вирусын жұқтырған әйел адамның саны 290 миллионнан асады. Адам папиллома вирусы бұл жатыр мойны обырының бірден-бір себебі. Хламидиоз, гонорея, сифилис, трихомониаз сияқты инфекцияларды жұқтырғандардың саны 375 миллионнан асады. Не себепті жыныстық жолмен берілетін инфекциядан қорқамыз? Жыныстық жолмен берілетін инфекциялар қынапты ғана зақымдамайды. Бұл ішкі жыныс мүшелерін, яғни фаллопиялық түтіктерді, жатырды, аналық бездерді зақымдап, бедеулікке әкелу қаупі өте жоғары. Адам папиллома вирусы жатыр мойны обырын дамытады. Ал бұл обырдан Қазақстанда күніне 2 әйел адам қайтыс болады. Жүкті әйелден ұрыққа берілу нәтижесінде туа біткен аномалиялар, өлі туылу, неонаталды өлім, шала туылу, сепсис, нәрестенің пневмониясы, нәрестелік конъюнктивитке әкеледі. Жыныстық жолмен берілетін инфекцияларды келесіде ЖЖБИ деп айтатын болам. ЖЖБИ-ді жұқтыру өте оңай. Жыныстық қатынас қорғалмаған жағдайда сіз бірден 25 инфекциядан артық жұқтырып алуыңыз мүмкін. Бірақ та жыныстық қатынас қорғалған жағдайда да жұқтыру мүмкіндігі жоғары, себебі мүше қап барлық шап аймағын жауып тұра алмайды. ЖЖБИ-дің қандай түрлері бар? Бактериалды қоздырғыштар, вирусты қоздырғыштар, паразитарлы қоздырғыштар арқылы шақырылатын жыныстық жолмен берілетін инфекциялар. Сонымен қатар ЖЖБИ-ға жатпайтын қоздырғыштар бар. Ол туралы да айтатын боламыз. Бүгін ЖЖБИ-дің бактериалды және паразитарлы қоздырғыштар арқылы шақырылатын түрлерін айтатын боламыз. ЖЖБИ көбінесе симптомсыз өтеді. Сол себепті көп жағдайда адамдар медициналық көмекке жүгінбейді. Бірақ мынандай симптомдар жиі кездесіп жатады. Біріншіден, шап аймағындағы ауырсыну, қызару, қышу, ашу сияқты сезімдер болуы мүмкін. Жыныстық қатынас кезіндегі ауырсыну, жыныс бөлінділерінің көбеюі, өзгеше иістің пайда болуы, түсінің өзгеруі. Жыныс аймағындағы жаралар, сүйелдер, зәр шығару кезіндегі ауырсыну мен оның зәр шығарудың жиілеуі көп жағдайда кездесетін белгілері болып табылады. Енді бактериалды инфекцияларға не жатады? Бұған хламидия, гонорея және сифилис жатады. Бұлар үнемі жыныстық жолмен беріледі. Хламидиоз. Қорғанбаған жыныстық қатынастан кейін 7-21 күннен кейін ғана мына белгілерді кездестіруіңіз мүмкін. Зәр шығару кезіндегі күйіп ауырсыну, аталық мүшеден, қынаптан, немесе анустан бөлінділердің пайда болуы. Әйелдерде жыныстық қатынас кезіндегі ауырсыну, менструальды цикл арасындағы қан кетулер. Егер хламидиоздан емделмесе, ер адамдарда аталық бездің қабыну процесіне алып келеді. Ал бұл сперматозоидтардың өліміне, яғни бедеулікке келеді. Ал әйелдерде түтіктердің қабынуына, жатырдан тыс жүктілікке, егер жүктілік болған жағдайдың өзінде мерзімнен бұрын босану, ұрықтың дамуының кешігуі, ұрық өліміне алып келеді. Бұл қоздырғыш жүктілікпен босану кезінде балаға жұғады. Ал балада пневмония, жүйке жүйесінің, көз, асқазан ішек жолдарының қабынуына, зақымдалуына алып келеді.
Хламидиоз бұл антибиотиктермен емделетін ауру, тек асқындырмасаңыз болғаны. Әйелдерде қынаптан жағынды, ал ерлерде зәр анализін тапсыру арқылы тексеріледі. Келесі инфекция бұл гонорея. Симптомсыз өтеді, бірақ әйелдер мына жағдайларға шағымданады. Біріншіден, жыныстық қатынас кезіндегі ауырсыну, зәр шығару кезіндегі ауырсыну, бөліндінің сарғыш жасыл түсіне және жағымсыз иістің пайда болуына шағымданады. Ал ер адамдар ата бездің ауырсынуына, пенистен сарғыш бөліндінің пайда болуына шағымданады. Гонореяда антибиотиктермен емделеді, ал емделмеген жағдайда бұның асқынуы өте ауыр. Жүрек, ми, буын зақымдалады, сонымен қатар босану кезінде балаға міндетті түрде жұғады. Сифилис немесе мерез бұл келесі бактериалды ЖЖБИ. Боз трипанема деп аталатын қоздырғыш арқылы шақырылады. Тек жыныстық жолмен емес, жара, тілік, кейде ауырған науқаспен бір темекі шегу, сүйісу, тұрмыстық заттарды қолдану арқылы жұғуы мүмкін. Ерте белгісі бұл ауырмайтын жаралар немесе шанкырлар. Кеш белгісі кез келген жердегі бөртпелер. Мерезді уақытында емдемесе, ол тек жыныстық мүшемен шектеліп қана қоймайды. Ағзаның барлық бөліктеріне шабуыл жасай бастайды. Ең ауыр асқынысы бұл жүйке жүйесі, қан тамырлар, ішкі мүшелердің зақымдалуы, ауыр психикалық ауруларға, параличке, кейде өлімге алып келеді. Жүкті әйелден ұрыққа жұғуы мүмкін, неонаталды өлімге, туылған жағдайда психикалық аурулардың даму мүмкіндігі өте жоғары. Мерез антибиотиктермен емделеді. Бұған қан анализін тапсыру міндетті. Енді паразитарлы инфекциялар туралы айтайық. Паразитарлы инфекцияларға трихомонада, қасаға педикулезі және микоплазма гениталиум кіреді. Трихомониаздың белгісі қышыну, күйу, жағымсыз иіспен сары, жасыл, сонымен қатар көбікті бөлінділердің пайда болуы. Бұл көп жағдайда әйелдерде жиі көрінеді. Жыныс жолдарының жиі қабынуын зәр шығару жүйесінің қабыну процесін тудырады, яғни цистит, пиелонефрит болады. Жоғарғы жыныс жолдарын қабындырып, түтіктің қызметіне зақым келдіреді, яғни бедеулікке алып келеді. Жүктілік өздігінен үзілуі немесе мерзімнен бұрын босану жағдайы өте жиі кездеседі. Бірақ трихомониаз емделеді. Микоплазма гениталиум. Микоплазманың екі түрі бар. Микоплазма гениталиум және микоплазма хоминис. Микоплазма хоминисті емдеудің қажеті жоқ, себебі бұл біздің организмімізде бар шартты патогенді инфекция. Ал микоплазма гениталиум бұл жыныстық жолмен берілетін инфекция. Микоплазмоздардың ішінде жыныстық жолмен берілетін түрі болып табылады, симптомсыз өтеді, бірақ міндетті түрде жыныстық партнермен бірге емделуі қажет. Белгілері: жыныс жолдарынан бөлінділер, іштің астыңғы бөлігінің ауырсынуы, ашу, қышу, жиі зәр шығару, зәрдің тұнықтығының өзгеруін байқап жатады. Ер адамдарда уретрит, простатит, архит сияқты түрде көрінеді. Ұзақ жылдар бойы симптомсыз өтеді, сондықтан жыныстық жолмен берілетін инфекцияларға жағынды немесе зәр тапсыру өте маңызды. Ұзақ уақыт емделмеген жағдайда сперматогенез үрдісін бұзады, олардың өліміне алып келеді, яғни бедеулікке алып келеді. Микоплазма гениталиумда емделеді, тек уақытын өткізіп алмасаңыз болды. Келесі қасаға педикулезі. Бұны фтириаз деп те атайды. Қасаға биттері туындатады, жұқпалы, тек жыныстық жолмен ғана емес, терімен жанасқан кезде де жұғуы мүмкін. Көбінесе жыныс мүшелерінің түкті жерлерін мекен етеді, қолтық асты жүндерінде, қасаға жүндерінде өмір сүреді. Жыныстық қатынастан бөлек ортақ киім, ортақ төсек, гигиеналық заттар арқылы және тікелей науқаспен байланысқан жағдайда жұғады. Ең басты белгісі қышыну және ұйықтап жатқан кезде адамдардың қасуының нәтижесінде тырнақ іздерін көруге болады. Және биттің өздері де көрінеді. Контактта болған барлық
кір төсектерді, төсек орынды, киімді, іш киімді сода ерітіндісімен ұзақ уақыт қайнату қажет және үтіктеу қажет. Сонымен қатар дәрігер арнайы жақпа май сусабындар, битке қарсы сусабындар тағайындайды. Ендігі айтатынымыз, бұл жыныстық жолмен берілетін инфекцияға жатпайды, бірақ та жиі кездеседі. Бұл кандида саңырауқұлақтары, халық арасында молочница деп танылған. Сыртқы жыныс мүшелерінде қышу сезімін туындатады, ашу, қызару болады. Бөлінділер ақ сүзбе тәрізді өте көп мөлшерде болуы мүмкін. Бұл ер адамдарда да, әйелдерде де жиі кездеседі. Жыныстық қатынас кезінде ауырсыну тудыруы мүмкін, зәр шығару кезінде ауырсыну болуы мүмкін. Егер де бұл тек анализде табылып, анализде сізде кандида бар, бірақ та сізде ешқандай симптом жоқ болса, емдеуді қажет етпейді. Әр адамның ағзасында кандидалар болады. Иммунитет төмендегенде, микрофлора өзгерген жағдайда, жеке гигиена тәртібі бұзылғанда, ұзақ уақыт бойы антибиотик қабылдаған жағдайда пайда болуы мүмкін. Негізінен тек қынапта болады. Көп жағдайда өздігінен кетеді, бірақ адамның өзіне дискомфорт тудыруы мүмкін. Сондықтан дәрігерге қаралғаныңыз жөн. Егер асқынған жағдайда репродуктивті жүйеге әсер етуі мүмкін және созылмалы болып үнемі сіздің мазаңызды алуы мүмкін. Кандидоз емделеді, саңырауқұлаққа қарсы ішке қабылдауға немесе жергілікті қолдануға дәрілер тағайындалады. Әйелдің де, ердің де жыныс мүшелерінде қалыпты жағдайда өмір сүретін инфекциялар болады. Микоплазма хоминис, уреплазма, гарднерелла, жаңағы айтқан кандидада осы бізде өмір сүретін инфекцияларға жатады. Бұл инфекциялар анализден анықталған жағдайда еш ем алудың қажеті жоқ. Ем аласыз, тек сізде симптомдар бар болған жағдайда. Және де егер сізде симптом бар болса, жыныстық жолмен берілетін инфекциялар секілді серіктесіңіздің емделуі қажет емес. Яғни, жыныстық жолмен берілетін инфекциялар анықталған жағдайда, сіз міндетті түрде серіктесіңізбен бірге емделесіз. Ал шартты патогенді инфекциялар анықталса, сіздің өзіңіз ғана емделгеніңіз жеткілікті. Бұл 4-ші сабақтың аяғы. 5-ші сабақта жыныстық жолмен берілетін инфекциялардың вирустық түрлерін жалғастыратын боламыз. Назарларыңызға рахмет.